Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар. Бүгін сіздермен сөз қозғайтын тақырыбымыз Ибрахим пайғамбардың алейхиссалам құрбандығы жайында болмақ. Ибрахим пайғамбар Алла Тағаланың сүйікті құлы әрі елшісі болған ізгі үлкен пайғамбарлардың бірі болып есептелінеді. Бұл кісінің басынан өте үлкен сынақ өткен екен. Ибрахим пайғамбар өзінің қартайған шағында сүйген баласы Исмайылды құрбандыққа шалу оқиғасы. Мекке қаласының сырт жағында әрдайым ағаш теріп, отын жинап жүрген уақытында Зүлхиджа айының 8-і, 9-і, 10-і күндері, яғни құрбан айтқа тақап қалған уақыттарда Ибрахим пайғамбар түс көреді. Түсінде ең бірінші Зүлхиджа айының 8-і күнінде баласы Исмайылды құрбандыққа шалғандығын көреді. Одан кейін ертесі 9-і күні, яғни Арафа күні тағы да көреді. Оның ертесі айт күні тағы да көреді. Яғни баласы Ибрахимді, Исмайылды құрбандыққа шалып жатқандығын. Бұл оқиғаны бұл жайдан жай емес, бекер емес деп, өзінің баласын отын теріп, ағаш жинап қайтайық деп, баласымен бірге тауға қарай шығып кетеді. Яғни Мекке қаласының сыртына қарай шығып кетеді. Мекке қаласының сыртына шығып кетіп бара жатқан кезде баласы Исмайылға айтады: "Ей Исмайыл, мен 3 күн қатарынан сені бауыздап жатқандығымды көрдім" дейді. Бұл жайында Құран Кәрімнің Соффат сүресінің 102-ші аятында келеді. "Фаламма балагу ма'аху сa'я қала я бунайя инни ара фил манами анни азбахука фанзур маза тара қала я абати фа'ал ма ту'мару сатажидуни иншааллах минас сабирин". Яғни олар осы бір таудың етегіне, түбіне жақындап келген уақытта Ибрахим пайғамбар: "Я балақай, мен түсімде сені бауыздап жатқандығымды көрдім, бұған қатысты не айтасың?" деген кезде, әкешім Аллах Тағала саған нені бұйырса соны орында, мені Алла қаласа сабыр етушілердің қатарынан табасың дейді. Сөйтіп екеуі Мина жазығына жақындап келе жатқан кезде алдарынан шайтан шығады. Шайтан ібіліс шығып, бірінші Ибрахим пайғамбарды азғырмақ болады. Ол Алла жолында жүріп, өзінің баласын құрбандыққа шалғанды қайдан көрдің деп, андан бір азғырып, мұндан бір азғырған кезде Ибрахим пайғамбар оның сөзін елемей кетеді. Исмайыл пайғамбарға да алдынан шығып азғырған кезде оған тас лақтырады. Яғни ол жердің оны жамарат орны болып қалыптасады. Одан кейін осы Мина жазығына келген уақытта баласы Исмайылды жатқызып, ол келесі Саффат сүресінің 103-ші аятында келеді: "Фаламма аслама ва таллаху лил жабин", оны оң жақ қырымен жатқызған уақытында дейді. Ол оң жақ қырымен жатқызып, Исмайыл пайғамбарды пышағымен тартып жіберген кезде пышаққа Аллах Тағала өтпе дегендей өтпейтін болып қалады. Өйткені Ибрахим пайғамбардың біз білеміз, оның әуелі кезінде өзінің қауымының арасында жүрген уақытта қауымы оны тура жолға шақырғандығын жақтырмастан отқа тастаған еді. Сол кезде Аллах Тағала: "Кульна я нару куни бардан ва саламун аля Ибрахим ва вот", Ибрахимға салқын бол, оны аман қыл деп Алла Тағала айтқан болатын. Осы секілді Исмайыл пайғамбарға да пышақтың жүзін өткізбей қойды. Сөйтіп қаншама рет тартып жіберсе де пышақтың жүзі өтпейді. Содан кейін Алла Тағала: "Ва надайнаху айя Ибрахим", Ибрахим пайғамбар деп шақырдық. "Қода содақутар руя", сен осылайша түсіңді расқа шығардың. "Инна казалика наджизил мухсинин", осылайша біз ізгі қылушыларды, жақсылық жасаушыларды осылайша жақсылықпен қарымталаймыз. Яғни оның орнын кейін ірі құрбандықпен, құрбан етімен, яғни қошқарды түсіргендігін Аллах Тағала осы жерде айтады екен. Және оны өздеріне ғана, Ибрахим пайғамбардың ғана жолы емес, одан кейінгі адамдардың баршасына құрбан шалудың осы Ибрахим пайғамбардың кезінен бастап алғандығын айтып, "Ватарокна алейхи фил ахирин", одан кейінгілердің барлығына осы нәрсені қалдырдық деп айтады екен. Мінекей құрметті жамағат, бұл Ибрахим пайғамбардың сынақтан сүрінбей өтуі. Аллах Тағаладан пәрмен келді, бұл кісі естідім, бойсындым деп баласын құрбандыққа шалуға шықты. Баласына да бұл хабар келген кезде: "Естідім, бойсындым, әкешім Аллах Тағаланың бұйырғандығын орында" дейді. "Мен қиналсам да кеудемнен жаным бір шығып кетер, бірақ Құдайдың бұйрығына бойсынған боламыз" дейді. Енді бұл оқиғадан сізбенен біздің өзімізге ғибрат алар тұсымыз: әлбетте шариғат келді, Аллах Тағала нақты Құран Кәрімде, сүннетте бізге не нәрсені орындау керек, не нәрсені орындамау керектігін анық айтып қойған. Енді сізбенен біздің басымызға қандай да бір сынақ келсе, одан сүрінбей өту керектігіне ишарат жатыр екен. Біздің әлбетте баламызға
құрбандық шалу деген бұйрық келе қоймайды, бірақ та басымызға төнген әрбір қиыншылықтар, сынақтар, ауыртпашылықтар бұл Ибрахим пайғамбардың баласын бауызда деген сынағынан әлбетте ауыр болып келмейді, қандай сынақ болмасын. Сондықтан да осы оқиғадан Ибрахим пайғамбардың сүрінбей өткенін секілді, сіз бенен біз де өз басымызға келген қиыншылықтардан сүрінбей өтуді осы оқиғадан ғибрат етіп алуымыз керек екен. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин. Амин. Аллахумма